Қожалар бізден не жасырып келді? Олар неге біз жүзге жатпаймыз деп әлі күнге дейін айтып келуде. Ассалаумағалейкум, бұл шын тарих. Қазіргі заманда кімнің қай рудан екенін анықтау аса қиын емес. Себебі біреулер руын жай ғана біліп жүрсе, екіншілері жар салып бөлініп, топталып жүреді. Бөлінгенді бөрі жейді дегендей, наймандарды шоқынған, суандарды Қытаймен қыз алысқан, қожалар ақ сүйекпіз дейді. Әйтеуір ел арасында жүрген әр руға қатысты әр түрлі әңгімелер. Бірақ та қожалардың қызығы олардың қандарында. Осы уақытқа дейін өздерін ақ сүйекпіз деп қарадан қыз алмаймыз, қараға қыз бермейміз деп жүргендері де бар. Бұларды ақ сүйек деп руға жатқызбағаны орталық биліктің пайда болып, бір жүйеге келуіне байланысты. Себебі билік төрелердің қолында және де сол билікті жүргізудің діни бағыты осы қожаларда болды. Билігі мен мансабы бар элита қайдан ғана қарапайым рудан болсын. Орта Азия халықтар арасында Қазақстанның оңтүстігі, Өзбекстан, Батыс Қырғызстан және солтүстік шығыс Түркменстан аймақтарын қамтыған зерттеу жұмыстарының нәтижесі бойынша қожалар араб та емес, қазақ та емес. Қожаларда анықталған ген хромосомаларының 40-50% ұйғырлар мен өзбектерге сәйкес болып шықты. Ал қазекеңдер болса небәрі 4%-ға ұқсастық анықталған. Ислам дінін қазақ даласына алып келгендердің ұлттары әр түрлі болғанын көрсетеді, ал діни ұстанымдары арасында да мұсылман болған. Мысалы, қаны бөгде, заты мұсылман жұртты, Қытайлар Дұңған деген, әкесі Қытай, шешесі мұсылман, баласы Дұңған. Біздің жомарт жұрт, жаратушының хақ дінін алып келгендерге төрін беріп, ақ сүйек етті. 40 құрау қазаққа тағы бір нышан артық болмағаны қазақтың кең пейілі емес пе? Сонау қазақ хандығы құрылғаннан кейін ақ осы трайбализмді қойып кетіп, бір тұтас ел болып тіршілік етпегеніміз қалай? Олжас Сүлейменовтің тауларды асқақтата отырып, даланы кемсітпеңдер деген сөзі осы біздің руға қатысты айтылған шығармыз. Әйтпесе, әр рудың өз ерекшелігі, артықшылығы, тіпті кемшіліктері де бар. Әр рудың өз батыры да, ақыны да, биі де, ханы да, жазушысы да бар. Бірақ қазақпыз, ортақтығымыз осы. Қайран қазағым ай, ру бөлінісін 7 атадан асқан ұрпақты қосу үшін ғана пайдаланатын уақыт келді ау. Жаңа Қазақстанда жаңа проблема шығармай бірегей ұлт, бірегей халық болып өмір сүрейік. Қазақтың жанашыры, қазақ қана. Қазақ болсаң арнаға қолдау жасау үшін тіркеліп, видеомен бөліс.